Құнти, кедей, құнти. Ертеде бір тақыр кедей болыпты. Кедей болғанымен өнерлі, тапқыр адам екен. Өнерінің ішінде атбегілік, қосбегілік, саятшылық та бар екен. Қолына бірегей жүйрік ат ұстапты. Сол жел жетпес жүйріктерді ел ішін аралап жүріп, өзі сынап тауып, өзі мәпелеп баптапты. Жігіт жаз шыққан кезде байларға жалданып, мал тауып, жұмыс істейді. Қыста жапан далада, сайда, орман мен тау үшін сүзіп жүріп, қасқыр, елік қуып, қарсақ пен түлкі қағыпты. Суыр, қоян аулап, тиын мен күзен алып, кәсіп етіпті. Күндердің күнінде басқа елдің бау кеспе, 5 ұрысы осы жігіттің жел жетпес жүйрігін естиді. Олар қалай ебін тауып, сол жүйрікті қолға түсірудің амалын ойласады. Бірақ тақымына басқан жалғыз атын жігіт көз алдынан таса етпейді. Ұрылар күндіз түні торыса да, жүйрік атты қолдарына түсіре алмайды. Амалы таусылып, мысы құрыған ұрылар жігітке өшігіп, ерегеседі. Сөйтіп жігіттің аң аулап, дала кезетін кезін аңдиды. Ақыр аяғында қарақшылар ізін аңдиды. Ек артпадан кезектесе ұтылай қуып, абайсызда ұрып жығып, атын олжалап кетпек болады. Қыстың қиыршық қары борап, қызыл шұнақ аяз шаңдатып тұрады. Тоқал ешкі мүйізіндей едірей дейтін төбелердің ішінен жүйрік ат мінген жігітті ұрылардың көзі шалады. Айтылған уәделері, байласқан сөздері бойынша едірейдің иек артпа кезеңінен 5-еуі кезек-кезек ұтылап, ізін бағып, жігітті өз еліне беттетпей бірінен соң бірі қуа береді. Жігіт аңдыған жаулардың астындағы атын алмай қоймайтынын біледі. Жасанған адамдарға жалғыз өзі көзсіздікпен қарсы тұра да алмайды. Аттың жалы қылыштың жүзіндей қысталаң жерде, жұрт есінде, ел аузында, бала санасында қаларлық бір сөз айтып қалуды ойлайды. Сонда ол қары бораған құба төбелерді айнала шауып жүріп, құнти, кедей, құнти, құнти, кедей, құнти деп айқайлап қашады. Ұрылар жабылып жүріп, жігітті сойылға жығады да, жүйрік атын олжалап кетеді. Жаз шығып, жайлауда ет жеп, қымыз ішіп, еліріп отырғанда, ұрылар өздері ұрып кеткен жігітті мазақ етіп күліседі. Сол жігіттің тегінде ақыл есі дұрыс па өзі? Я, өзі мертігіп атынан айырылатынымен ісі жоқ. Құнти, кедей, құнти деп бет алды айқайлай бергені несі? Қарақшылардың бұл сөзі ауыл балаларының құлағына шалынады да, олар бірін-бірі қуалап, алысып ойнағанда, қашақтағаны құнти, кедей, құнти деп зымырайды. Қуалағаны құнтиды ұста деп жүгіреді. Балалар бұл сөзді ұмытпай,
қысы-жазы ойнағанда айтып жүреді. Арада жыл өтеді, жігіттің жарақаты жазылып, әл жинайды, жүйрік атынан айрылғанына қатты күйінеді. Ақыры намысы қосып, жаяу ел аралайды. Табанынан тоздырып жүріп, сұрау салады, бірақ ешбір сыбыс хабар біле алмайды. Ұры-қарысы көп дейтін алыстағы бөтен елдің ішін шарлайды. Күндердің күнінде жылқысы көп, желісі ұзын бір ауылдың ту сыртында ойнап жүрген бір топ балаларға кезігеді. Байқап тұрса, балалардың қуғаны да, қашқаны да құнти-кедей құнти деп жүгіріседі. Жігіт сол арада балалардан бұл ауыл кімнің ауылы екенін, әлгі сөздің қайдан шыққанын және осындағы елдің өте әділ сөз қадірін білетін ақсақалының кім екенін сұрап, жай-жапсарды біліп алады. Содан кейін жасы 80-нен асқан Отарбай деген ауыл ақсақалына барып сәлем береді де, өзінің басынан кешірген оқиғаны айтады. Төрінен көрі жуық ақсақалдан теңдік, әділдік тілейді. Отарбай ойланып толғанады, әрі кедей жалғыз жігітті аяйды, әрі істің анығына, жігіт сөзінің растығына көзі жетіп, көңілі сезеді. Сөйтіп 5 ұрыны шақыртып алады да, адам өлсе де сөз өлмейді дейді. Отарбай қарт, мал жоғалса да сөз жоғалмайды. Қашанда арам жеңіледі, адал жеңеді. Адамға адалдық, әділдік керек. Жас бала үйренбесе өтірік айтпайды. Олар үлкендерден естігенін айтып, ылғи да көргенін істейді. Балалы үйдің ұрлығы жатпайды. Мына жігіттің табан ақы маңдай терімен тапқан жалғыз атын қазір өзіне қайтарыңдар. Ақылды жігіт пен жақсы аттың айыбы үшін 5-еуің 5-5-ті мойнына қосақ, соңына тіркеу етіп беріңдер. Мойындарына су кетіп, бұлтарта алмаған қарақшылар сөз тапқанға қолқа жоқ. Қылша мойнымыз мұнша дейді, атыңда айыбың да дайын. Құнти-кедей құнти деген сөзді текке айтпаған екенсің. Оны енді білдік. Сөйтіп кедей жігіт бір атына 5-5-ті ат қосып алып, еліне қайтқан екен.